Архив құжаттары мен деректеріне сүйенсек, Абдулла Қарсақбаев 1926 жылы 2 қазанда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарагастек ауылында қарапайым малшының 16 баласы болып өмір есігін ашқан екен. Оның балалық шағы қазақ даласын алапат ашаршылық жайлаған жылдармен тұспа-тұс келеді. Бала кезінде анасынан айырылған Абдулла ағалар соғысқа кеткенде ауру әкесіне қарап отбасының арқа сүйер тірегіне айналады. Бала Абдулла 1933 жылы Алматы қаласындағы нөмірі 12 мектеп-интернатына оқуға қабылданады. Қапан, Ернияз деген ағалары майданнан оралмайды. Кейін өзіне сүйеу болған әкесінен де айырылып, жетім қалады. Абдулла 1942 жылы орта мектепті бітіреді. Мектепте ол Нұрғиса Тілендиевпен бірге оқиды. Екеуінің өмірлік достығы осы мектеп партасынан басталса керек. Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес одағының атақты Мосфильм және Ленфильм киностудиялары Қазақстанға, нақтырақ айтқанда Алматы қаласына көшіріледі. Осы студиялардың негізінде 1941 жылы Алматыда орталық біріккен киностудия құрылады. Еңбекке ерте араласқан Абдулла осы киностудияларда жұмыс істейді. Тумысынан өнерге құштар бала біртіндеп кино түсірудің сырына қаныға бастайды. Осы кезеңде киностудияның қасынан актерлер мектебі ашылады. Абдулла Қарсақбаев 1943 және 47 жылдардың аралығында осы мектепте білім алады. Оқуын бітіріп, Қазақфильм киностудиясына қызметке орналасады. Киностудиялардың Қазақстанға көшірілуі елдің мәдени өміріне ерекше әсер етті. Алматы уақытша болса да Кеңес одағындағы кино саласының шығармашылық орталығына айналды. Бұл жағдай қазақ киносының дамуына орасан зор ықпал етіп қана қоймай, кейін ұлттық кино өндірісінің негізін қалады. Абдулла Қарсақбаев Мәскеудегі кино институтты бітіргеннен кейін туған жерге оралып, Қазақфильмге жұмысқа орналасады. Қазақфильмде Сұлтан Қожықов, Мәжит Бегалин сияқты дарынды режиссерлермен қоян қолтық жұмыс істейді. Қазақтың аса талантты режиссері Сұлтан Қожықовпен бірге «Ана мен бала», «Егер біздің әрқайсымыз» атты кинотуындыларды, ал 1956 жылдары режиссер Александр Слободик және Эмир Фаикпен «Қанатты сыйлықты» түсіреді. Түсірілім тобы үшін бұл еңбекпен қоса жасампаздық пен тағдырды түсінудің жолы еді. Әр таңның шыққан сәулесі жаңа үміт, әр түннің тыныштығы шығармашылықтың рухани тынысын тереңірек сезіндіретін. Әсіресе режиссер Ефим Ефимович Аронның басшылығымен таспаланған «Ботагөз» көркем фильмінде жас режиссерлер ішкі түйсіктің арқасында оқиғаны терең сезінуді үйренді. Сол кезеңде режиссер Шәкен Айманов, Мәжит Бегалин, Сұлтан Қожықов сынды майталмандар Абдулла Қарсақбаевты ұлттық кино түсіруде өмірлік құндылықтарды, шығармашылыққа жауапкершілікпен қарауды, қоғамдағы әділдік пен ұлттық мұраттарды қорғауға, адалдық пен еңбекқорлыққа үйретті. Ол шығармашылықтағы әріптестер арқылы тек ұстаз болып қана қоймай, әрбір адамның жүрегінде із қалдыратын тұлғаға айналды. Біздің қорымызда Абдулла Қарсақбаев жайында аз да болса маңызды құжаттар сақталған, оның ішінде кино және фотоқұжаттар. Фотоқұжаттарымызда Абдулла Қарсақбаевтың көп жағдайда мына түсірілім барысындағы суреттері, бейнелері көрсетілген. Ал кино құжаттарда Абдулла Қарсақбаевтың Қазақфильмдегі жұмыс істеп жүрген кезеңі, дәл сол съемка барысындағы, түсірілім барысындағы бейнелері көрсетілген. Ол жерде «Менің атым Қожаның» түсірілім кезеңі бар, «Қилы кезең» фильмдері бар, және мына Қазақфильмге 50 жыл деген деректі фильм бар бізде. Сол жерде бүкіл Қазақфильмнің жаңа құрылғанынан бастап осы күнге дейінгі кезең көрсетілген. Соның ішінде де Абдулла Қарсақбаевтың әртүрлі жиындарда, түсірілім кезеңдерде жүрген бейнелері сақталған. Әдебиет пен кинода уақытқа бағынбайтын ұлы туындылар болады. Баланың ішкі ойлары мен сезімдерін, жан дүниесін терең сезіндіре жазылып, кейін ғажайып кино туындыға айналған шығармалардың бірі Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі еді. Алғаш «Менің атым Қожа» повесін оқыған Абдулла Қарсақбаев тіпті өзі күтпеген ерекше әсерге бөленеді. Режиссер дәл сол сәтте
шынайылық пен бала табиғатын айқын бейнелейтін фильм түсіруге шешім қабылдайды. Қыздар айнаға қарап сыланған сайын өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен үшін түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Фильмнің сценарийін Бердібек Соқпақбаев пен Ниссон Зелерянский жазады. Әрине басты кейіпкер Қожаның бейнесін сомдайтын баланы табу оңай болған жоқ. Бұл рөлге шамамен 500-ден аса баласын алады. Ақырында режиссерлер кездейсоқ мектептің жанында төбелесіп көзі көгерген, киімі жыртылған күйде жүгіріп бара жатқан баланы байқап қалады. Бұл бұзық бала кейін Қожаның рөлін ойнаған Нұрлан Сегізбаев болатын. Өзінің фильмінде режиссер киноға түсетін балаларды өте орынды таңдай білді. Мұндағы Сұлтан мен Жантас, Жанар, тіпті қойшының кішкентай баласы Дәулет те өзінің рөлдерімен көрермен жадынан мәңгілік орын алған ғажайып кейіпкерлер. Сенің атың кім? Дәулет. Жақсы ат екен. Әдемі ат. Менің де атым Дәулет. Мұндай аты жақсы адам әсте өтірік айтпайды. Қымыз бар ғой, ә? Бар. Бұл ақшаға ине сатып алуға бола ма? Мамам ответ ине таусылық қалды деп. Бұл ақшаға мыңда бір ине сатып алуға болады. Үлкен қазан, шешеңе су жаңа орамал, әкеңе мылтық келеді. Ет жесіндер ме? Әкеле бер, бәрін әкел. Бірақ Абдулла Қарсақбаев ауылдың шынайы көрінісін, сотқар баласын, оның мінезін, арманы мен қиялын көрсеткісі келді. Қарсақбаевтың ең үлкен жетістіктерінің бірі мұндағы балалардың ойыны жасандылықтан ада. Кинодағы диалогтар, балалардың мінезі, сотқарлығы өмірдегідей шынайы. Қарсақбаевтың фильмдерінде әзіл мен қалжың және тәрбиелік ой қатар жүреді. Сондықтан оның шығармалары тек балаларға ғана емес, ересектерге де ой салады. Режиссер кейіпкерді тек тентек бала ретінде емес, арманы, ұяты, ойы бар тұлға ретінде көрсетеді. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Сенсе тек Рахманов ағай ғана сенер. Ол бәрін де біледі. Жұрттың бәрінің жан дүниесін түсінеді. Шіркін-ай, барлық адам баласы осындай болса, өмір тіпті тамаша болар еді. Менің атым Қожа фильмінде Қожаны сомдаған Нұрлан Сегізбаев, Сұлтан Марат Какенов, Майханова апайдың бейнесін сомдаған Рая Мұхамедиярова, Рахманов ағайды бейнелеген Кененбай Қожабеков, Қожаның анасының рөліндегі Бекен Римова сынды саңлақтардың шеберлігінің арқасында фильм қазақ киносының тарихында алтын әріптермен жазылды. 1967 жылы атаңызға айналған Менің атым Қожа фильмі Кеңес одағының атынан Францияда өткен әйгілі Канн кинофестиваліне қатысып, оның арнайы жүлдесін жеңіп алады. Режиссер Қарсақбаевтың дебюттік жұмысы осылайша үлкен өнер туындысына айналып, қазақ киносының даңқын әлемге паш етеді. Абдулла Қарсақбаевтың «Менің атым Қожа» фильмінің Канн фестивалінде жоғары бағалануының бірнеше себебі бар. Біріншіден, бұл тақырыбының шынайылығы. Яғни, Қожа бұл тек қазақ баласы ғана емес, бұл бүкіл әлемдегі тентек, арманшыл, әділет іздеген жасөспірімнің бейнесі болды. Сол себептен халықаралық аренада бұл фильм
бірден қабылданып кетті көрерменнің тарапынан. Екіншіден, бұл Абдолла Қарсақбаевтың режиссерлық тапқырлығы. Яғни, Абдолла Қарсақбаев сол кезеңге тың болған монтаж тәсілін, баланың ішкі монологын, юмор және анимациялық элементтерді пайдаланды. Үшіншіден, бұл тақырыбының шынайылығы мен табиғилығының үйлесімдігі. Яғни, қожаның бейнесі бұл қатып қалған идеал бейне емес. Бұл қателесетін, кемшілігі бар және түзелуге ұмтылған кішкентай баланың бейнесі. Яғни, идеал емес, шынайы бейне адам ретінде. Төртіншіден, ұлттық бояу мен тақырыптың бір-бірімен үйлесуі. Яғни, қожаның бейнесі бұл қазақи тәрбие, қазақи тұрмыс көрсетілгенмен, бұның түп тамырында баланы мейірімге, адалдыққа тәрбиелеу деген үлкен идея жатты. Сол себептен бұл фильм сондай үлкен халықаралық деңгейде сыйлыққа ие болды. Әдетте көрермендер режиссердің еңбегін жоғарғы деңгейге көтерген туынды менің атым Қожа деп бағалайды. Бірақ кино саласының айтулы мамандары үшін қилы кезең фильмі Қарсақбаев шығармашылығының ең биік шыңы болып саналады дейді. Өкінішке қарай бұл фильм көрерменнің лайықты бағасын ала алмаған туынды. Оның өзіндік себебі бар. Абдолла Қарсақбаевтың қилы кезең тарихи картинасы Кеңес одағы билік құрып тұрған кезеңінде тыйым салынған фильм. Маған керегі жүніс. Сендер соның адамдарысыңдар ғой. Естеріңде болсын. Бірде-біріңе кешірім жасайым деп айта алмайым. Бәріңді атыласыңдар. Бірақ алдымен жүністің адамдары қайда тығылғанын айтасыңдар. Бірақ осы тыйым мен цензураның өзі шығарманың құндылығын одан сайын арттыра түсті. Фильмнің сценарийін жазған Зейін Шашкин. Мұнда ол кейіпкерлердің аузынан шыққан қарапайым сөзге заманның қан сорғалаған шындығын сыйдырып жіберген. Сөздің құдіретін фильмнің әдеби кеңесшісі Олжас Сүлейменов те назардан тыс қалдырмаған секілді. Бұл туынды халық жадында сол кезеңнің ақиқатын сақтап қалды. Ал оған тыйым салынуы шындықтың қаншалықты қауіпті екенін дәлелдейді. Өйткені қоғамда шындықты айту кейде қалыптасқан тәртіпке, қоғамдағы көзқарастар мен құндылықтарға, ұстанымдар мен жасырын мүдделерге қарсы келуі мүмкін. Сол себепті шындықты ашық айтқан адамның қысымға ұшырауы заңды құбылыс. Менің халқым шырылдаған бозторғай сияқты. Құмайдың құлқынына түсіп кетпесе, ол да шарықтап кең дүниеде ұшар еді ғой. Кеңестік билік орнаған кезде қазақ даласында ауыр өзгерістер басталды. Қазақстандағы байларды тәркілеу науқаны кезінде оларды тап жауы деп мал мүлкін тартып алды. Еліне тірек болған азаматтар жазықсыз сотталып Сібірге айдалды. Бұғауға көнбей еркіндікке ұмтылған халықты пулеметпен қырып салу тарихтың ең ауыр беттерінің бірі еді. Режиссер қилы заманда осы ақиқатты ашық көрсетті. Hazır şeşeğin de tablat. Şiro koy ayına da. Şiro. Yürüngler tez. Lan
Ошома өздеріңіз сап қалдыңдар. Тоқтаңдар. Зердеп отырыңдар. Зерде. Жауыздар, қарғыс атсын сендерді. Абдулла Қарсақбаев фильмдеріндегі қазақтың байлары, ақсақалды қарттары мен ақ жаулықты әжелері, тіпті балаларға дейін өр кеуделі, үлкен жүректі, ақылды да дана. Жүніс қарт, Мұнарата, Асланалар, пысықта бұзық бала Қалихан, ақылды тентек қожа, алғыр алпамыс. Бір-бірін қайталамайтын ғажайып кейіпкерлер. Әр диалогта қазақын ақыш, ұлттық мінез, тапқырлық пен көркем ой көрініс табады. Абдулла Қарсақбаевтың «Қилы кезең» фильмінің ұзақ уақыт бойы прокатқа шықпауы, кең насихатталмауының бірнеше себебі бар. Біріншіден, бұл қазақ даласындағы революция мен азаматтық соғыстың бір жақты жақсы көрсетілмей, бір-біріне қарама-қайшы құбылыс ретінде бейнеленуі. Екіншіден, революцияның қазақ даласына тек жақсы жағымен емес, жақсы болмысымен емес, сонымен қатар қайғы қасірет алып келгендігі, мына халық арасында екіге жік-жікке бөлінуі, қайғы қасірет сенімсіздік алып келгендігін астарлап жеткізді. Үшіншіден, мына Жүніс сияқты, фильмдегі Жүніс сияқты кейіпкердің, кеңес үкіметіне қарсы кейіпкердің тек бір жақты жаман көрсетілмей, оның жай адам ретінде, оның азаматтық позициясының, өзіндік азаматтық позициясының барлығы да ашық көрсетілді. Бұл әрине сол кездегі цензураға, кеңес идеологиясына үлкен қарама-қайшы құбылыс болатын. Төртіншіден, бұл фильмнің сценарийінің төңірегіндегі дау-дамайдың орталық комитетке дейін жетуі, оның саяси үлкен маңызы болғандығын, саяси үлкен тексерісте болғандығын көрсетеді. Яғни түптеп келгенде бұл фильмнің прокатқа кең шықпағандығы, тыйым салынып ұзақ уақыт сөреде жатуының басты себебі бұл фильмнен көрі қазақ тарихын кім қалай көрсетеді, қалай жазады деген ұстаным болды. Яғни бұл фильм ұлттық шынайылығынан гөрі кеңес идеологиясына қарама-қайшылығы үшін біраз уақыт осындай қысымға ұшырады. Өкіметтің жылағанын көрсем рақатталам. Бейшаралар. Жылай! Кеңес одағы кезеңінде идеяға адалдық адамның өмірлік ұстанымына айналды. Ол кезде адамдар өздерінің жеке тағдырын ортақ мақсатпен байланыстырып, сол жолда күресуді өмірінің мәні деп санады. Олар өздерінің жеке тағдырын ұжымдық мақсатқа құрбан етуге дайын еді. Фильмде Абдулла Қарсақбаев идеяға адалдық арқылы олардың күшімен қоса жан дүниесіндегі қайшылықты әсерлі етіп бейнелейді. Хамидсың ғой. Сен құдыресің. Қызыл әскер батырысың. Ал мен еркін даланың батырмын. Мені бағындыратын өкімет жоқ болмайды. Фильмде кеңес үкіметі орнаған алғашқы жылдардағы қазақ даласындағы оқиғалар баяндалады. Қызыл әскер Хамид елдің еркіндігін аңсаған сайын даланың батыры Құдырені қолға түсіруге тапсырмалады. Тек фильмнің соңында ғана мақсатына жетеді. Бірақ тірідей қолға түсіре алмайды. Тек қашып бара жатқан жерінде атып өлтіреді. Абдулла Қарсақбаев қазақ балалар киносының негізін қалады. Оның «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат»,
балалықтың кермек дәмі, 6 жасар алпамыс фильмдері қанша уақыт өтсе де көрермендерін ешқашан жоғалтқан емес. Кезінде Ригада өткен бүкілодақтық кинофестивальде бас жүлдені жеңіп алған 6 жасар алпамыс фильмнің жарыққа шыққанына 50 жылдан аса уақыт өтті. Онда достық пен адалдық, батылдық пен мейірімділік әрбір кейіпкердің іс-әрекетінен көрінеді. Мысалы, қарапайым ауыл өмірі, жануарлармен қарым-қатынас, табиғат көріністері бәрі бірегей сиқырлы кеңістіктен шыққандай әсерлі, бірақ сондай шынайы. Балалар, бұларың не? Не болып қалды? Ағай, мына баланы мектепке алыңызшы. Атың кім сенің? Апамыз, бірақ маған әлі портфель әперген жоқ. Менің оқығым келеді. Жарайсың, нағыз батыр екенсің. Ертеңнен бастап 1-ші класста оқисың. Оның біздің ғани, қатарыңнан қалма, ей ковбойлар атты көркем туындылармен қоса қазақ халқының қолөнері, Торғай шегі, Черкас қорғаны, Ақтөбе және тағы басқа деректі фильмдері кезінде сыншылардың әділ бағасын алған туындылар. Абдулла Қарсақбаевтың шығармашылық жолы тек табыс пен даңқтан ғана тұрмаған. Өнерде жаңашылдыққа ұмтылған режиссерге түсінбестікпен қарағандар да жолын бөгегісі келгендер де болды. Кезінде тасадан тас ататындар Қозы-Көрпеш Баян сұлу және Құлагер фильмінің сценарийлерін әзірлеп түсіруге бет алғанда, дайын болған дүниені басқа режиссерге табыстап, оның шығармашылық еркіндігіне шектеу қоюға тырысты. Алайда мұндай кедергілер оның жігерін жасыта алмады. Ол қандай қиындық болса да, өз жолынан таймай көрерменге шынайы туындылар сыйлауды жалғастыра берді. Ол қазақтың ұлы композиторы, дәулескер күйші Нұрғиса Тілендиевпен дос болды. Оның күйлері мен әуендері Қарсақбаев фильмдеріндегі оқиғалармен үндесіп, көрерменді ерекше әсерге бөледі. Қазақ өнерінің қос алып тұлғасы Абдулла Қарсақбаев пен Нұрғиса Тілендиевтің достығы жай ғана шығармашылық байланыс емес, рухани үндестіктің жарқын көрінісі еді. Екеуін тоғыстырған өнерге деген шексіз махаббат пен ұлт рухына деген адалдық. Бірі кадр арқылы сөйлесе, екіншісі музыка тілімен көрерменге үн қатты. Өнерде де, өмірде де олар бір-біріне тірек бола білді. Сол себепті олардың шығармалары да шынайы, ал достығы уақыттан биік құндылыққа айналды.